Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2011 жылғы Укрытие фильмінің қысқаша мазмұнын айтып беретін боламын. Бастамас бұрын арнаға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көп көмектеседі. Фильм Кертис есімді адамның үйінің ауласында тұрып, қорқынышты суретті көруден басталады. Алыс емес жерде үлкен торнадо шұңқыры пайда болады және аспаннан сары жаңбыр жауа бастайды. Бірақ бұл жай ғана қорқынышты түс болып шығады. Кертис қарапайым отбасылық адам. Оның сүйікті әйелі саңыраулықтан зардап шегетін кішкентай қызы бар. Кертис әйелі қыздарымен кездесіп, қызымен бірге отырғанда жұмысқа кетеді. Кешке Кертис досы Дювардты үйіне алып барады. Дювард үйіне кетер алдында өзінің ең жақын досы мен әріптесін мақтап, оның керемет отбасы бар екенін және ол әйел екеуі тамаша өмір сүретінін айтады. Кертис онымен келіседі. Келесі күні Кертис ауладағы қоқыстарды бөлшектеуге бел буады және пайда болған торнадоны тез байқайды. Ауа райының қолайсыздығы Кертистің қызы екеуін тез қуып жетеді және сүйікті ит күтпеген жерден есінен танып, есіне шабуыл жасайды. Бірақ бұл да қорқынышты түс болып шығады. Алайда таңғы ас кезінде Кертистің қолы шынымен ауырады. Ол Ханнадан итті үстелден тамақтандырмауын сұрайды. Кертис жұмыста қалып, тіпті жуынуға да уақыты жоқ. Саманта оған ренжіді, өйткені бүгін маңызды күн. Бірақ Кертистің әйелі ақылды болып шыққандықтан оның ашуы тез басылып қалады. Үйге бара жатқанда қатты жаңбыр жауа бастайды. Ал Кертис жолда адамды кеш байқап апатқа ұшырайды. Ол қызы екеуі аман қалады. Бірақ кенеттен әкесіне қызымен шабуыл жасайтын адамдар пайда болады. Ханнаны алып кетеді, ал Кертисті тұншықтыруға тырысады. Бірақ бұл тағы да бір түс болып шығады. Бұл күні Кертис демалыс күні және әйелі қолөнерімен саудаға жасап кетіп бара жатқанда, ол итіне қоршау салады. Осы кезде оның назары екі баспанаға аударылды. Енді оны келесі түнде жөндеп, жабдықтау керек деген ой оның басында пайда болды. Ол дауыл кезінде біреу оның отбасын қорқытып жатқанын, қорқынышты қайтадан көреді. Кертис тыныс алуды тоқтатады. Оянғаннан кейін ол істің жаман екенін түсінеді. Өйткені бұл жолы ол үнемі қорқынышты түс көргендіктен түсінде зәр шығарып жібереді. Ол үнемі жүйкесі сыр көтермей жүреді және кез келген жағдайда әйелімен ұрсады. Көп ұзамай Кертис дүкеннен консервілерді сатып алып, түнде баспана туралы әдебиеттерді оқи бастайды. Ол терапевтке келеді. Ол оған ұйықтататын дәрі-дәрмек тағайындайды. Сонымен қатар психиатрға баруға кеңес береді. Бірақ жақын арада қызын қымбат операция қажет етеді. Отбасында ақша жоқ, ол дәрігерге бармауды шешеді. Нәтижесінде түнде ол қорқынышты түсті көрмейді. Бірақ күндіз Кертис жоқ найзағайды естиді және галлюцинацияны көреді. Кертис ауруханада тұратын анасына келеді. Оның шизофрениясы бар екені белгілі болды. Ол ауру тұқым қуалайтын болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ анасы оған ұқсас белгілерді айтпайды. Кертис психологқа жазылып, терапияны бастайды. Ол бункер салу идеясына көбірек әуестеніп, досынан көмек сұрайды. Бұл техниканы жұмыстан шығарып, аулада шұңқыр қазуды талап етеді. Әйелі күйеуінің не үшін ақша жұмсап жатқанын көріп, оған ашуланып жанжал шығарды. Кертис оған не болып жатқанын және оған бұл бункердің не үшін қажет екенін түсіндіре алмайды. Түнде ол қайтадан қорқынышты түспен азапталады. Ол шынайы өмірде конвульсиялармен күресуді бастайды. Саманта қанды көргеннен кейін жедел жәрдем шақырады, бірақ ол жай ғана аузындағы жара болып шығады. Кертис ақыры әйеліне бәрін айтады және оған не болып жатқанын білмейтінін айтады. Бірақ ол тек түс қана емес, ең болмағанда оған сенімді, өйткені түнде оны өлтірмек болған ең жақын досы туралы түс көрген. Кертис бастықтан оны басқа учаскеге ауыстыруды сұрайды. Жұмыстан кейін ол қайтадан ақша жұмсап, газ маскаларын сатып алады. Кертиске ағасы келіп, оны алаңдатуға тырысады. Бірақ Кертистің жеткілікті екенін және оны бункерді не үшін салу керектігі түсініксіз екенін түсініп, ағасы кетіп қалады. Келесі түсінде Кертис пышақты ұстап, шабуыл жасамақ болған әйел туралы түс көреді. Таңертең ол Самантадан қашып кетеді. Бастық оның үйіне келіп, Кертистің өз ауласында қазу үшін техника алып жатқанын білгенін айтады. Ал оның досы Кертис оны басқа бригадаға арнайы жіберді деп санайды. Кертис жұмыстан шығарылды. Бұл сақтандыру Самантаның қызы үшін операцияны жаба алмайтынын білдіреді. Оны білгеннен кейін күйеуінің бетінен ұрады. Бірде-бір психолог Кертиске оның проблемасына көмектесе алмайды. Ол баспанасын жабдықтауды жалғастыруда. Саманта Кертис бір жола есінен танып қалды және қызы үшін қауіпті деп ойлап бастайды. Бірақ ол барлық таныс жүздер жиналатын кешкі астардың бірінде бірге қалып, бұл мәселені шешуге шешім қабылдады. Досы Кертистің оған неге опасыздық жасаған сұрауға шешім қабылдады. Кешірім сұралмайды және төбелес басталады. Кертис бәріне оның жынды емес екенін сендіреді. Кертис жақын арада олардың не
ешқайсысы бұрын-соңды көрмеген қатты дауыл болады деп сендіреді. Ал мұнда отырғандардың ешқайсысы оған дайын емес екенін айтады. Бұл болжамға ешкім сенбейді және бәрі Кертис жай ғана есінен ауысты деп санайды. Бірақ түнде тағы да бір қорқыныштан оянған Кертис дабыл естіліп жатқанын түсінеді. Отбасы Кертис ұзақ уақыт бойы жабдықтаған баспанаға жүгіреді және олардың барлығы ішке тығылады. Отағасы әйелін газ маскасын киюге мәжбүр етеді, ал қызына кислородтық маскасын кигізеді. Біраз уақыт өтеді. Саманта олардың баспанасының есігін ашуды сұрайды. Бәрі аяқталды деп сендіреді. Бірақ Кертис есіктің сыртында ауа райының қолайсыздығын естиді және ол жерде әлі де қауіпті деп ойлайды. Саманта бұлай емес деп сендіреді және есікті ашуды сұрайды. Бірақ Кертис бас тартады және қолындағы кілтін өзіне береді. Ол оны қабылдамайды. Егер ол мұны өзі жасамаса, онда ол мәңгілікке осында қалады және ешқашан өз проблемасын шеше алмайды. Әйелі оны сендіре алады және Кертис көшеде есікті ашуға бел буады. Ол бәрі тыныш екенін және ешқандай жаңбыр мен найзағай жоқ екенін көреді. Адамдар қатты желдің әсеріне жинап жатады. Осы кезде Кертис проблемалардан жасырынбай, оларға қарап жүруді шешіп, өзін және отбасылық өмірін құтқару жолына түсті. Ол психиатрға жазылып, әйелімен бірге оған барады. Дәрігер дәрі-дәрмек пен демалысты тағайындайды, ал отбасы теңіз жағасында демалуға барады. Кертис есін жиып, бәрі жақсы бола бастаған сияқты. Бірақ кенеттен ол судағы торнадоны байқайды, содан кейін тағы біреуі және тағы да бір галлюцинация деп ойлайды. Бірақ қызына қарап, ол оны да көретінін түсінеді. Ал Саманта сары жаңбыр жауа бастағанын байқайды және Кертистің осы уақыт ішінде дұрыс болғанын түсінеді. Және фильм осымен аяқталады. Комментарийге міндетті түрде жазыңыз, сізге қалай және осы фильмнің мағынасын қалай түсіндіңіз. Сіздердің лайк пен жазуларыңыз мен үшін ең жақсы қолдау екенін ұмытпаңыз. Алдымен жаңа бейнелерді көру үшін қоңырауды басыңыз.